Осы жылдың көктеміндегі су тасқыны кезінде жалпы Сырым ауданы бойынша 253 үйге су кеткен. Қазіргі уақытта ауданда үйлерді бағалау, тексеру жұмыстары толығымен аяқталған. Біз қазір Сырым ауданы Өленті ауылында тұрмыз. Мінекей менің артымда өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Бұл үйлерді салып жатқан мердігер компанияның айтуы бойынша осы нүктесі Өленті ауылының биік нүктесі. Бұл жер суға кетпейді. Бұл жерден қазіргі таңда 14 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ал жалпы Сырым ауданы бойынша 114 үй салынады. Сырым ауданында суға кеткендерге берілетін үйлердің іргетасын құю жұмыстары басталды. Бұл жер Өленті ауылының биік нүктесі дейді. Мамандардың айтуынша суға кетпеуі тиіс. Кешегі су тасқынында үйлері суға кеткен халық енді осы жерге көшірілетін болады. Қазір құрылысшылар үй салу жұмыстарына білек сыбана кірісіп кеткен. Біз барғанда құрылыс жұмыстары қайнап жатты. Бүгінгі ауданда, яғни Жымпитыда 49 үй, Өленті ауылында 39 үй, Бұлдырт ауылында 25 үй, сосын Көздіқара деген ауылда бір үй салынады, барлығы 114 үй салынуы жоспарланып отыр. Бұндан да жаңағы 8 мердігер анықталды, олар бүгінгі өзіңіз көріп тұрғандай жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сол 114 үйдің 50 пәтері, яғни жаңа орында салынады. Биылғы көктем басқа сандықтар үшін өз қиындығын ала келді. Облыстағы су тасқыны салдарынан 1000-нан астам үйге зақым келді. Бір ғана Сырым ауданының өзінде 253 үйге су кірген. Комиссия шешімімен 114 үй тұруға жарамсыз деп танылған. Аудан әкімінің орынбасары суға кеткен үйлерді бағалау жұмыстары толығымен аяқталғанын айтады. Бүгінгі күні мердігер компаниялар анықталып, әр мекемеге тиісті жерлер бөлініп берілген. Біз осы ИКС объектінде данный момент 14 үй саламыз. Қазіргі таңда 4 үй фундамент құйылып жатыр. Жалпы жұмыс жүріп жатыр. Бәрі уақытымен. Қазіргі таңда 35 адам бар жұмыс жасап жатқан. Техникамыздан 6 техникамыз бар. Аудандағы құрылыс жұмыстары қара күзге дейін аяқталуы тиіс дейді мердігер компания өкілі. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.